Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктерге қалай күтім жасау керек. Бүгінгі сабақта бөлме және мәдени өсімдіктерге күтім жасау жолдарын үйренесің. Қоршаған ортаға бақылау жасайсың. Балақай, негештің жұмбағын шешіп көр. Адамдардың бәрі қызығады, су құймасаң, сәні бұзылады. Бұл не? Ол гүл, өте жақсы, жарайсың. Адамдар гүлдерді жақсы көреді. Олардың сұлулығы көңілді көтереді. Сонымен қатар гүлдер ауаны тазартады. Бірақ бір өкініштісі, қыста олар өспейді. Сосын адамдардың көңілі түсіп қалатын болды. Сондықтан олар гүлдерді үйде отырғызып, оны күтетін болды. Сөйтіп, бөлме өсімдіктері пайда болды. Бөлмеде өсетін өсімдіктерді бөлме өсімдіктері дейміз. Мәдени өсімдіктер әдемі, жайқалып өсу үшін не істеу қажет? Әрине, балалар, күтім жасау қажет. Ал енді осы өсімдіктерді қалай күтіп, баптау керек екендігін мына ертегіден тамашалайық. Ертеде бір бағбан қария өмір сүріпті. Оның 2 баласы болыпты. Балалары есейіпті. Бір күні бағбан екеуін сынамақшы болады. Екеуінің осы күнге дейін не үйренгенін білгісі келеді. 2 ұлына 2 бақшалығын беріп, күнбағыс егіп, еңбектеніңдер дейді. Бірінші баласы жерді күрекпен қазып, топырағын тырмамен қопсытып, күнбағыс тұқымын егеді. Оны су сепкішпен суарады. Топырағына тыңайтқыш сеуіп, құнарландырады. Қаулап шыққан арам шөптерін жұлып, қайшымен қырқады. Күнбағысы жайқалып өсіп, өнімін мол береді. Ал екінші баласы жерді күрекпен қазып, күнбағысты еге салады. Ешқандай күтім көрсетпейді. Күнбағыс қаулаған арам шөптердің кесірінен жайқалып өсе алмай қалады. Су ішпегендіктен қурай бастайды. Қария үлкен баласына риза болып, кіші баласына қарап басын шайқап, мына өсімдікке көмек керек екенін айтады. Ал балалар, қарияның кіші баласының бақшалығындағы күнбағыстың өсуіне көмектесіп, оған не істеу керек екенін үйрете аламыз ба? Ендеше, бәріміз бірге не қажет ойынын ойнай отырып көмектесейік. Топырақты қазуға не қажет? Әрине, күрек қажет. Топырақты қопсытуға не қажет? Әрине, тырма қажет. Топырақты құнарландыру үшін не қажет? Жарайсыңдар, тыңайтқыш қажет. Өсімдікті суару үшін не қажет? Тамаша, су сепкіш қажет. Арам шөптен тазарту үшін не қажет? Әрине, қайшы қажет. Жарайсың, менің ақылдым. Сен қарияның кіші ұлының күнбағыстарын құтқара алдың. Қара, жайқалып өсіп,
көп өнім берді. Міне балақай, сен өсімдікке және топыраққа қандай күтім жасау керек екенін білдің. Адам арнайы құрал-саймандардың, тыңайтқыштардың көмегімен бөлме өсімдіктеріне, бау-бақшада өсетін өсімдіктерге күтім жасайды екен. Мәдени өсімдіктер өздеріне көп күтімді қажет етеді. Жақсы өнім алу үшін адам өсімдіктердің өсуіне қолайлы жағдай жасайды. Ал сен қалай ойлайсың? Өсімдік өсіп тұрған топыраққа күтім жасау керек пе? Әрине. Жерді ұзақ уақыт бойы пайдалану топырақтың тозуына әкеледі. Сондықтан топыраққа жиі тыңайтқыштар себу қажет. Топыраққа күтім жасау дегеніміз оның құнарлылығын арттыру. Топырақты қопсыту өсімдіктің тамыр жүйесіне ауаның жақсы баруына мүмкіндік береді. Өсімдіктерді қажет мөлшерде суару қажет. Арам шөптерін жұлу қажет. Арам шөптер мәдени өсімдіктердің қалыпты өсуіне кедергі жасайды. Себебі олар өсімдіктерге қажетті ылғал мен қоректік заттарға ортақтасады. Балақай, біз тек мәдени өсімдіктерге күтім жасап қана қоймай, бөлме гүлдеріне де күтім керек екенін білеміз. Ал соны қалай дұрыс жасау керек екенін үйренейік. Алдымен өсімдіктің ерекшелігін ескере отырып, оны суарамыз. Тым көп су құюға болмайды. Сосын топырақты таяқшамен қопсытамыз. Таяқшамен қопсытқанда тамырына дейін тигізбеу қажет. Енді жапырақтардың шаңын сүртіп, су бүркегішпен су себеміз. Су бүркегішпен қатты сепсең, жапырақтары сынып қалуы мүмкін. Осыны ескер. Үйде осылайша бөлме гүлдеріне күтім жаса балақай. Балалар, олай болса, келесі тапсырманы орындайық. Өсімдіктерге күтім жасауға қолданылатын құралдарды тауып, оларды ата. Олар күрек, тырма, қайшы, су сепкіш. Тамаша. Балалар, енді мынау суретке назар аударыңдар. Өсімдікке не болған? Дұрыс, оны арам шөп қаптап кеткен. Кәнеки балалар, тез тазалайық. Жарайсыңдар, сендер гүлге көмек бердіңдер. Енді ол өседі, құлпырады. Балақай, енді бүгінгі сабақта не білгенімізді қайталайық. Сен бүгінгі сабақта мәдени және бөлме өсімдіктеріне күтім жасау жолдарын үйрендің. Өсімдіктерді күтіп баптау үшін қолданылатын құрал-саймандарды білдің. Балалар, бүгінгі сабақты қалай түсінгеніңді смайликтер арқылы бағала. Барлығы түсінікті болса, бірінші смайликті таңда. Ал сұрақтарың қалса, екінші смайликті таңда. Осымен балалар, бүгінгі жаратылыстану сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.